Бірақ осы мәселені назарға келіп жатқан Азаттық радиосының көрермендері үшін бір түсініксіз сұрақтар бар. Сізді әлгі наурызда ұстап алып кеткеннен кейін бір аудио жазба жарияланып, онда сізге қысым көрсетілді. Сізге жаңағы сіз тұра тұрыңыз, жаңағы сонда сізге жаңағы 30 наурызға дейін прокурормен келісімге келсеңіз босатыласыз. Сосын жаңағы ДВК-ға қарсы пікір айтыңыз деген сияқты ұсыныстар түсті деген аудио жарияланды, бірақ ол сіздің дауысыңыз ба, басқа ма, ол мәселе айтылған жоқ. Жалпы сондай қысым болған, ұсыныс болғаны рас па? Ол мәжбүрлі болды. Маған 2 мәжбүрлік жасалынды. Мына орындықты алып тастайсыз, сәл артынан. Тартып беріңдерші ары қарай. Тартып беріңдер. Маған 2 мәжбүрлік болды. Біріншісі мәжбүрлік жаңағы соттың кезінде мені мәжбүрлі түрде сол өзім ешқашан тұрмаған Жаңаөзен 6, яғни Астана қаласындағы Жаңаөзен 6-да сен тұрамын деп қол қоясың деді. Мен қол қойған жоқпын. Бірақ одан кейінгі бірнеше сотта Айман Омарова қатысқан соттар болды, 4-5 мәрте қатыспаған соттар болды. Сонда мен Айман Омаровада, Айман қатыспаған кезде менің тұрғылықты жерім 20 жыл бойы Алматы деп қанша айтқаныма қарамастан, сіз өзіңіздің өтінішіңіз бойынша Жаңаөзен 6-да тұрам дедіңіз деп бетбақтырмады. Енді жер бетінде осындай бетбақтық, осындай заңсыздық, осындай сойқандық бола ма деп ойлаймын. Себебі сол кезде прокурор да, соты да сіз Жаңаөзенде тұруды қаладыңыз дейді маған айтады. Ал енді жаңағы қысым жасалғанда ол былай болды. Мені сол тұтқындап Алматыдан Астанаға барымталап келген, ешқашан құжатын көрсетпеген, өздерін жаңағы қандай адамдар екенде көрсетпеген, тек тергеуші Баймағамбетов қана құжатын көрсетті. Ал тергеуші Баймағамбетовті қолында құлдан арман, бүйт деп бұйырып отырған 3 қызметкер болды. Мен сендерге ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамысыңдар ма деді. Жоқ, біз одан да жоғарымыз. Мен айттым, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінен жоғары қандай орган бар? Сен білмейсің, кейін кезіктіреміз деді. Сол адамдар Жаңаөзен 6-ға, мені үй қамаққа бұйырғаннан кейін, солар қайта-қайта келді. Сөйтті де келіп, олар бірінші мені ту баста Алматыда сол Хаят қонақ үйінде, Хаят па? Хаят Палес, Рахат Палес қонақ үйінде, мені тұтқындаған кезінде, Рахат Палесте. Олар айтты, сен 2 қателік өткіздің деді. 2 қателік өткіздің. Мен қандай қателік дедім? Сен біріншісі Сайрагүл Сауытбай қызының адвокатын ауыстыртқыздың, Айман Омарова оның адвокаты болмау керек еді. Сен Абзал Құспанды бекер адвокаттан алдың. Сенің үлкен қателігің сол деді. Жаңағы өзінің кім екенін айтпайтын, бірақ бәрін бұйырып, бәріне әмір беріп отырған сырлы адам сөйтіп айтты. Соның екінші қателігің дедім. Сен жаңағы осы мәселеде сен Айманмен бекер жақындастың. Айман Омарова ол Әблязовтың адамы, ДВК-ның адамы. Мен айттым, егер ДВК-ның адамы болса, барып соттап жібермедіңдер ме? Шекесіне ДВК деп таңба басыңдар, біз айдаладан көріп қашып кететін едік қой. Оны мен білмеймін, сен айтпайсың, мен білмеймін. Мен оны Айманды, не құқық қорғаушы, әлемдік құқық қорғаушы, батыл әйел сыйлығын Американың бірінші ханымының қолынан алып отыр. Қазақстанда ондай адам біреу ақ. Оған менің не кінәм бар десем, сен Абзал Құспанды бекер жаңа адвокаттың қалдырдың дейді. Сайрагүл Сауытбайдың ісін бірінші Сайрагүлдің қайнысы маған келді. Мен оны видеоға түсірдім. Мен оны аударып 2 сағатта бүкіл Еуропаны шулаттым. Одан кейін қазақ тілді аудитория жазып, одан журналистерге берді қазақ тілді аудитория. Ал ол кезде бізге Абзал Құспанды Ауыт Мұқибек ұсынды. Мен оның кім екенін де білмеймін. Жарайды, болды, тегін істеймін дегесін ала салдым. Ал артынан Сайрагүлдің ісінің созылуына байланысты, және біз түсінбейтін кейбір оқиғалардың болуына байланысты, Сайрагүлдің жаңа ісіне ары қарай өте пайдасыз істер болуына байланысты, Айман Омарова ханымды Сайрагүлдің таңдауы, ол Сайрагүл менің қолымда құлым емес, ол оның өз таңдауы. Ал енді осыны менің қылмысым деді, олар ауызша айтты. Жарайды, сол қылмыс бойынша ұстадың, енді бар да Сайрагүлден Айманды алмаймын деп, өзің қайтадан Абзалды барып пиқайт етіп тықпадың ба дедім. Ол бізді тыңдамайды дейді. Онда мені қайдан тыңдайды дедім. Сені тыңдамаса, мені қайдан тыңдайды дедім. Содан мен Астанаға алып келді. Алып келгеннен кейін олар маған жаңағы айтты, біз сені наурыздың 30-нан 31-нен бұрын сені жібереміз деді. Жаңағы 2-3-еуі. Оның ана төбесіндегі отырған біріншісі ол орыс тілді қазақ. Қазақша мүлде сауатсыз сөйлей алмайды.
қасындағы арнайы аудармашысы болды. Сосын солар маған айтты, 31-нен бұрын жібереміз, сен қылмыссыз екенсің, бізге сені жаңағы айтып алайын. Жаңағы жамандаған адамдар сені Әбілязов деді. Мен Әбілязовыңды білмеймін. Ал онда неге десем, онда сен Әбілязов митингіге шақырып жатыр 22 наурызға, сен митингіге шықпаңдар деп айт, сосын Әбілязовқа қарсы сөйле дейді. Мен өзім өмірімде білмейтін Әбілязовқа менің немене қарсы тұр деп айтам. Сен онда маған Әбілязов туралы бір 5 том кітап әкеліп бер. Мен оны түсінейін, ол не жасап қойыпты, не бүлдіріп қойыпты. Мен айттым, сен менің осыдан бұрын саясатқа кіргенді көрдің ба? Мен тек жылаған тірі жесір әйелдер мен тірі жетім балалардың зарына шыдамағаннан амалсыздан осы іске кірдім. Ал мен Әбілязовта мен қай әкемнің қақысы бар дедім. Шамаң жетсе барда ұстап алмайсың ба? Мен немен Әбілязов деп ол қайта сен онда халыққа жаның ашса дейді. Онда 22 наурызда ереуілге шықпаңдар, Әбілязовқа ермеңдер, сен Әбілязов оңбаған деп өстіп айт деп маған текст әкеліп беріп отыр. Айттыңыз ба? Олар мәжбүрлеп отыр мені. Егер сен айтпасаң дейді. Онда біз сені түрмеге қамаймыз, үй қамақты өзгертеміз. Енді қазір содан бас тартасыз ба енді? Қалай бас тартасың? Сол айтқандарыңыздан бас тартасыз. Жоқ, мен сол кезде аудио жариялап Әбілязов қосып мәжбүрледі. Сондықтан мен ол сөзді мәжбүрлі түрде айттым деп, мен сол кездің өзінде олар менен видеоны түсіріп алып кеткен күні, сол күні түнде мен аудио таратып жібердім.